Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті өнер сүйер көпшілік. Батыс Қазақстан облысы Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның YouTube арнасындағы ғасырлар сазы бағдарламасының кезекті шығарылымы. Бүгін біздің студияда қонақта Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері, әнші, термеші, айтыскер, ақын Қатимолла Жәңгірұлы Бердіғалиев. Армысыздар. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Енді дәстүрлі сауалымызбен бастап кеткенді жөн көріп отырмын. Алдыменен өзіңіздің өмір баяныңызға, өнер жолыңызға бір қысқаша тоқталып өтсек. Мен осы біздің Батыс Қазақстан облысының оңтүстік батысында Қазталов дейтін ауданда дүниеге келгенмін. 1952 жылы Шопандар отбасында. Кейін енді отбасымызда әкем дүниеден өтті. Мен атам менен әжемнің тәрбиесінде өстім. Сонан соң орта мектепті 8-ші класс бітірді. Ол кезде 8 бітіргеннен кейін осы жаққа келіп, Қалаға келдіңіз бе? Қалаға келіп, бір жыл Сәкен Сейфуллин атындағы мектепте оқыдым, мектеп-интернатта. Ол кезде 10 бітіру керек қой, мен 9 бітіргеннен кейін сол 10-ды оқығым келмеді онша. Осы жақта өзім бей, өзім қожа документтерімді алып, музыка училище дейді ол кезде. Соның әншілер даярлайтын бөліміне тапсырып, үйге бардым ғой енді атама. Балам, көштің бе дейді, атамның негізгі мақсаты бала көшу. Класстан классқа. Класстан классқа. Ата, көшкенде қандай көштім, оқуға түсетін болып кеттім деп. Әлі түсем бе түспей ме белгісіз енді ол. Сонан келіп, шілдайының басында емтихан тапсырып түстім. Сонан әншілер даярлайтын. Ол кезде домбырамен айтатын бөлім жоқ. Қалғаны бөлімі жоқ. Жоқ, ол кезде классикаға даярлайтын. Классикалық вокал. Классикалық вокал. Анна Федоровна Муравьева дейтін кісі менің ұстазым болды. Сол кісіден сабақ алып шықтым. Бірақ бала күннен бастап та, училищеде оқып жүргенде де қазақ әншілерін, оның жаңа классикасы бар айтатын, дәстүрлі әншісі бар. Барлығын күй табағын басыма жастап, жатып тыңдап, радиодан жібермей тыңдап өстім. Классика бола алмады, өзіміздің әннен жеріп кеткем жоқ, қайта жақындай түстім. Енді ауылға бардым ғой, ауылға барғаннан кейін классиканың табы жүрге онша қажеті жоқ. Адамдар домбырамен ән салсаң, сол үлкен дәреже ауылда соны көбірек тыңдайды. 7 жылдай мектепте, жалпы білім беретін мектепте қызмет істедім, ән пәннен сабақ беріп. Сосын мәдениет саласына ауысып, ол кезде үгіт бригада дейтін болады. Ауылдарды аралайтын. Ауылдарды, жаңағы шопандардың үйіне дейін барамыз. Ол енді әлгі дала қостар өз алдына ғой. Шопандардың үйіне дейін қыстап барып, шаштаразымыз бар, дәрігеріміз бар, әншіміз бар, киномыз бар, соны аралап. Сөйтіп жұмыс істедім ауылда 16 жылдай. Кейін осында өзің қазіргі колледждің жанынан мұхит классы, яғни дәстүрлі классы ашылатын болып, соған ұстаздық қылуға шақырды. Сонан бері осы сияқтамын. Орал қаласында тұрып жатырмын. Ол филармонияға, мен оқуды бітіргенде ол кезде бөледі ғой, мен филармонияға бөлінгенмін. Бірақ ауылда семья жағдайға байланысты, отбасымызға байланысты үлкен анамыз болды. Ол енді мұнда келгенде, ал сен мұнда келдің ғой деп үй бере қоймайды ол кезде. Сондықтан мен ауылға бөлуін сұрап, ауылға кеттім. Сосын жаңа ұстаз болып 18 жылдай жұмыс істегеннен кейін мұнда музыка колледжінде сосын осы филармонияға келдім. Мен содан бері жұмыс істеп жатырмын. Осы бәрекелді. Жалпы енді өнерде қасиет қандай, бір атаның қанымен, ананың сүтімен келеді дейді ғой. Өзіңіздің отбасыңызда, ата-анаңызда, болмаса ата-әжеңіздің қолында өстім деп айтсыз ғой жаңа. Мен нағашым негізі төре жұртынан. Мұзафар дейтін нағашым домбыра тартты. Енді ән салғанын естігем жоқ. Ән салса, бұлай жеңіл әндер айтқан болу керек, домбыра тартқанын таза білем. Сол нағаш жұртынан келген болу керек. Әрі оның үстіне менің әжем мына қазақтың қара өлеңдерін жақсы айтатын. Тым жақсы дауысы бар. Осы мына Жамбал апамыз бен Рабиға апамыздың дауыстарында келетін сол қоңыр дауысы бар. Сонымен бала күннен мен тілімді қызық көрдім, әлде жаңағы мені зерделілігімді байқайын дедім, маған өлең үйрете берді. Мен сол өлең айтып, үйреніп,
содан бергелі келгеннен кейін мектепке келгеннен кейін ұстаздарға тап болдық. Мектепте мына 9-шы класс осында оқыдым деп айттым ғой Оралда. Иә, жаңағы. Сонда Александр Николаевич Культюшин дейтін ұстазымыз болды. Енді орыс жігіті болғанмен қазақша ашуды өзіміздің Жаңқалада туып өскен, музыкадан үлкен сауат берген сол кісі. Ауылда енді Серго дейтін ағамыз болды, олар концерт боларда ғана шақырып алады да, ол кісі мектепте көп істеген жоқ. Міне осындай ұстаздардың арқасында музыкаға еліктеп, домбыраны өзіңіз тартып кеттіңіз ғой? Домбыраны атам домбыра алып берді. Ауылда Орынғали, Бақтығали дейтін екі жігіт болды. Орынғали жоғары класста оқыды, Бақтығали онысы бір 2 класс төмен оқиды. Сол бізге жиен болып келетін. Соны жаңа домбыраны сабалап жүріп, Орынғали мына жері қалай, Бақтығали мына жері қалай менен сол жайлап сұрай жүріп домбыраны жайлап меңгердім. Енді бері қарай келгеннен кейін, музыка училищесіне түскеннен кейін енді домбыраның нотасын үйреніп алдым. Жаңа домбырада оқып жүрген жігіттер бар, олардан үйренесің. Домбыраны сол меңгеріп кеттім. Ой, бәрекелді. Мінекей біраз азғантай әңгіменің ішінде үлкен мағлұмат беріп өттіңіз. Енді осындай бағдарламамыздың шарты сол, келгеннен кейін жаңағы бірнеше ән сұрайтынымыз бар ғой. Алдымен мен енді бір сұрағым келіп отқаны, сіздің осы орындауыңызда естіп қалып жүрміз сахналарда, мынау Ғарекеңдердің алдында өткен дүниеде мына Қаратөбеде болған Сартай Көшкіншұлы деген атамыз бар ғой. Ақпа төкпе, ақын жырау кісі болған. Сол кісіге бір тоқталып өтіп, сол кісінің бір термесін орындап берсеңіз. Иә, мынау Сартай деген атамыз болып өзі. Ру Алаша осы Қаратөбе өңірінде өткен. Өзің айтпақшы, Ақпа төкпе ақын болған неше термелер шығарған жаңа өзінің мақамдары да бар. Сартай өзінің әуені, Сартайдың сарыны, әуені бар, сарыны бар. Енді бұл үлкен зерттеуді қажет ететін адам мынау біздің әріптесіміз Серік Абдрахмановтың Қаратөбе ән жыр керуені дейтін кітабы шықты. Осының ішінде Сартай жөнінде өзінің естіген білген мағлұматтарын жазған. Сол Серіктің жазғанынан басқа тап ешкімнен мен Сартай жөнінде көрген жоқ. Қайыржан Қасанов ағамыз марқұм. Қайрекең жазған қалам тербеді. Иә, қалам тербесі. Сол осы екі кісі онда. Жалпы әлде де осыны дамытып зерттеудің әлде де зерттей түсу керек. Иә, зерттей түсу керек. Негізі кейінгі ұрпаққа керек адам. Енді кезінде Ғарекеңдер айтқан Сартайдың бірнеше әуені бар ғой. Бірнеше әуені бар. Соны мынау бір бастан қоңырлатып келіп, сосын жоғары шығып, кәдімгі шалқыған от сияқты шалқып тұратын бір әуені бар. Соны мен айтып көрейін. Бәрекелді. Kulak salınız azaltınız, söyleyin çalkalınız, söyleyin belli, söyleyip de çalkalınız, ayanmayın yarattanır şaparımız ağamın ilkengeli, zamanı kadar korluğa söz söyleşin altında uzanda gelen sanız, kalkaldına gelgende öğrendi, ayın sözü balga önden alan saldınız, ayanmayın yüzün dursa tümlü bir şırdaylarınız, ağısıman ağayın, şunlattay şavayın, ağayın ağayın, sözlü yaptın kalınız. Өріліп тұр, жаңа шалқып кетеді ғой жоғарға. Адамға бір ерекше шабыт береді, ерекше жігермен айтылады екен. Әрине. Мінекей осындай даңқты бабаларымыз бұл топырақтан өткен, әрине
сол ғарекеңдер менен біздің заманымызға жетсе, бұл күнде осы Қатимолла ағаларымыз, Сәуле апаларымыз, тағы да өнерде жүрген үлкен буын аға апа өкілдеріміз біздерге жеткізді. Ендігі мақсат келер ұрпаққа осы асыл мұраларымызды насихаттау, табыстап кету ретінде мінекей осындай бағдарламаға түсіп отырмыз. Қатимоллаға сізге енді тағы да осындай халықтың көңілінен шығып шығармашылық шабыт тілейміз ғой. Рахмет. Енді биыл Мұхит Мералыұлы бабамыздың 180 жылдығы деп отырмыз. Алла бұйыртса, енді ел болып республика көлемінде тойламақ ниетіміз бар. Осы Мұхит бабамызға тоқталып өтсек. Енді Мұхит бабамыз біздің батыс өңірінің ән мектебін қалыптастырған үлкен әнші деп айтамыз. Солай аталып жүр. Академик Ахмет Жуановтың айтуы да солай. Одан бұрын зерттеген мынау орыстың, ол енді Европаның, тек қана орыс емес, зерттеушілері де сауатты музыканттары Затаевичтің өзі қазақтың баяны деп атап кетті Мұхитты. Енді Мұхиттан бұрын бұл жақта ән салмады десек қате болар әрине. Мұхиттан бұрын да ән болған, Балораздың өзін Мұхит ұстаз тұтқан. Бірақ енді кейде бір үлкен дарын иесі, 1000 жылда бір келетін дарын иесі болады ғой. Сол жаңағы бүкіл жаңағы осы жақтың әндерінің паспорты сияқты болып көрінетін осы Мұхит. Бұл кісі 1841 жылы қазіргі Қаратөбе ауданы мынау Ақбақай көлінің жағасында Талалжын дейтін жерде дүниеге келген екен. Мералы төренің баласы, бұның шын аты Мұхаммедкерей, Мұхит атанып кеткен. Сол Мұхит дүниеге келгенде анау Мералы правитель сол көлдің жағасында бір Ақбақай ат сойып, сол көлдің аты Ақбақай атаныпты деген әңгіме бар. Енді Мұхиттың өзі әнге сол кішкентайынан жалпы сол мынау Азаматкерей, Мұхаммедкерей, Пангерей, Шангерей дейтін ағайындары болған Мұхаммедкерей енді Мұхит. Солардың барлығы да жалпы өнерлі болған көрінеді. Мералдың өзі өнерлі онша бола қоймаған, бірақ балалардың бәрі өнерлі, скрипкада ойнаған, жаңағы домбыра тартқан, гармошка дейді, гармонда да ойнаған сарнайда. Сөйтіп, енді басқа малдардан гөрі Мұхитқа назар түсіңкіреген көрінеді. Мералының енді осыны ел басқаруға, билікке тартайын десе Мұхит жоламайды. Сол әйтеуір бірден етіп, ел алла деп бір рет бір ауылдай қылып сайлаған екен. Сол бір айдың төңірегінде мұған сол мөрінде, бәрінде, бүкіл анау ішінде бәрінде бір жолдасына тапсырып, соны бәрін тастап шықты дейді өнер жолына. Иығынан үлкен жүк түскендей бәрін тастап шықты деп академик Ахмет Жұбанов жазады. Бабамыз өзінің өлеңінде де айтады ғой, Мұхиттың шаруамен бірісі жоқ, күнде той жүрген жері күнде жиын. Оның өзі бір, енді бұл билікке келмегесін бұған енді енші бермейді ғой. Сол азын шоғын мал берген екен, ол малда да қарайтын адам керек, қарамаса мал кетеді. Сол Мұхит, сол өзі бір сиыр болып бастағымен болғанда не өледі, не қасқыр жейді, тағы не болады, сондай сол бір сиырдың төңірегінде солай жүріпті дейді. Бірақ сөйте жүргенменен елге үлкен аты шығып, Мералден гөрі Мұхитты ел сыйлаңқыраған кезінде. Мералден қорыққаннан сыйлаған шығар, Мұхитты өнермен сыйлаған. Өнермен сыйлап, Сал Мұхит атандырған. Сал Мұхит атандырған. 300-ден ән өздірған Сал Мұхит. Енді Мұхиттың шығармашылығына келетін болсақ, өте сан қырлы ғой. Оны өзің білесің. Ал сонау Айнам көз деген ән, үлкен айдай, кіші айдай, паң көйлек, дүние үлкен жоғарғы диапазондағы әндермен қатар, орта диапазондағы Дидар, осы жан телім қазір айтамыз бұйырса. Сосын жаңағы мынау ортаңғы диапазонда жүретін, төменгі диапазонда домбыраның бас жағында жүретін Алуаш, Жайма қоңыр дейтін әндері бар. Мұны осындай сан қырлы, әртүрлі сипатта шығарған тек бір регистрде ғана биік әндер емес, өзі сазды әндерді домбыраның бойынан өзіндік саз тауып шығарған әнші. Сан қырлы болды ғой, композиторлық өнердің өзі ерекше. Ерекше. Бір әні бір әніне ұқсай бермейді. Бір әнін орындап берейік,
Жан телім деген ән. Мінекей бұл да бір ерекше, басқа әндеріне ұқсамайтын ән екен арасында да. Иә, солай. Әуендік құрылысы да басқаша. Бұл енді биыл мұхит жылы болғаннан кейін мұхиттың жөнінде түсірілімдер болып жатыр. Енді бұл басқа әндерін мен басқа жерде айтып жүрмін. Сол қайталамайды, бір жолы жан телімді алып отыр. Бұны басқа жаңағы 2 ай дайы бар, тағы дейдәрі бар әндер бар ғой, Құдайға шүкір. Енді мұхиттың талай айдайында, пан көлегінде, айнам көзінде сахнада талай шырқадыңыз. Әрине осы мына орта диапазондағы әндерді көбісі айтқысы келмей бірден тек жоғары әндер кетіп жатады. Иә. Бірақ енді бұл әндерде өте тамаша әндер. Ал енді Қатимоллаға мынау жалпы қазіргі әншілерге бұрында да солай шығар енді. Қойылатын талаптың бірі жан-жақты болу ғой, иә. Бір өңірдің, бір мектептің әнін айтып қана қоймай, тіпті Ғарекеңнің өзі бізге үлгі көрсетіп кеткен сияқты. Иә, Арқаның әндерін айтып, мынау Жетісудың әндерін айтып Ғарекең үлгі көрсетіп кетті. Сауытбектің әндерін айтты. Ал енді мынау, бұла қарағанда мына Атырау, Маңғыстау, Үшқиянның бойы, мына Ақтөбе, Ойыл, Жем, бұл жердің бәрінің әні бір сарындасқа өлі. Ар жағы әнімізде, сазымызда бір мектеп дейміз ғой жалпы. Енді мынау Маңғыстаудағы Жеті қайқы, оларда бір өз алдына бір төбе, олардың ән ерекшелігі қазіргі зерттеушілер айтып жүр ғой. Дей тұрғанмен мынау Тастемір деген әншінің Маңғыстау деген әні бар ғой. Иә. Сол ән туралы бір тоқталып өтсеңіз. Тастемір әннің өзі айтып кетеді. Тастемір өзінің атым Ағам Нұрым дейді. Шыршығұлы болып тұр ғой. Шыршығұлы бұл яғни Нұрымның інісі болып тұр. Нұрым жыраудың інісі болып тұр. Бұл енді Маңғыстау дегенде мынау кейде мына Маңғыстаудан бері қарай адайлар жаз жайлап осы Қызылқоғаға таман келеді екен. Енді кішкене малдары барлары келе ме екен, әйтеуір не болғанда да келеді. Енді бәрібір Маңғыстаудан көшіп келмейді ғой бері қарай. Ел қалады ана жақта. Ел қалады. Sonra енді кетіп жатқан адам анау жайлауды да қимайды, қалған елді де қимайды. Тойы бар, жаңа жазда өтетін. Жаңағы алты бақаны бар, садақасы бар дегендей. Сол бері қарай шыққанда сол Маңғыстауды аңсап осы жаққа қарай шыққан ән екен деген әңгіме бар. Тастемірдің әні. Енді сол әнді қазір айтып берейін.
ау сені тастамай кеткеннен соң ау көзімнің жыра алмадым жасын тыйып ау жасын тыйып ау енді мынау жаңағы сөздің арасында, әңгімеміздің арасында айтып кеттік қой. Кешегі Қарекеңдер, Жүзекеңдер, болмаса одан кейінгі олардың ізін басқан мынау өзіңіз барсыз, Қайрат Байбосын ағамыз, марқұм Жәнібек Кәрмен, Қажыбек Бекбосынов, Сәуле апаларымыз, қала берді кейінгі әншілерге де сол үлгі болып жалғасып келе жатыр деп ойлаймыз. Енді қай өңірдің болса да әнін өзінің бір шеберлігінің жеткенше, өз мектебінің стиліменен орындап, жаңа көпшілікке назарына ұсынып, ол да бір қазақ ән өнеріне қосылған бір жаңаша бір тың леп сияқты, былайша айтқанда. Енді мынау арқа өңірінде енді Сал Біржан бастаған үкілі Ыбырай, Естай, Ақан Сері көп қой енді ол жақтың сал серілері, әнші композиторлары. Енді сол арқа әншілердің ішіндегі бір ерекшесі енді мына Естай Беркінбайұлы атамыз ғой. Мен өзім ол Павлодарда туған жерінде, елінде болып кетті. Мынау Екібастұздың жанында Қаражалы деген жер бар екен. Сол жерде сол Павлодардың жұртшылығы үлкен ас берген. Өзі кіндік қан тамған жер ғой? Кіндік қан там сол жерде тұрған екен. Соған ба? Сол енді мынау Естай атамызға тоқталып жатырмын. Сол Естай атамыздың бір Қорлан деген керемет әні бар ғой. Әндердің ішіндегі бір шоқтығы, биігі. Бұл енді махаббаттың символы болған ән ғой. Бұл 2 ғасыр бойы жасап келе жатыр деуге болады. Сонау 1900 жылдардың басында шыққан болса керек бұл ән шамамен. Енді қазір міне 21 ғасырдың 21 жылына келіп қалып жатырмыз ғой енді. Өте бір тамаша ән. Бұл енді Құсни Қорлан деген әні бар, Қорлан деген әні бар. Барлығы сол жалпы Қорлан деген қызға арналған. Бұл енді үлкен сүйіспеншіліктен туған ән. Өзі мынандай бір әңгіме бар. Жамбыл бабамызды Естай 44 жыл айтыста көріп, ассалаумағалейкум жәке, мен сізді көруді көптен армандадым ғой десе, жәкең айтады дейді. Оттапсың деп айтады. Сен ана Қорланды іздегендей Бағдат, Мысыр, шың-машыңды іздесең табар едің, мұна тұрған ұзынағашқа келмей тұрсың ғой деп айтады. Сол өзінің қиялымен Қорланды іздеп, сонау Мысырыны бар, Қытайы бар, соның бәрін қиялмен аралап, Бағдат, Мысыр, шың-машың деп тұр ғой. Соның бәрін қиялмен аралап, Қорланды сарлап іздеген Естай ғой бұл ән. Жәкең де біліп тұр ғой, сол әнді солай шығарған. Солай шығарған біліп тұр ғой, жәкең өйтпесе жәкең бола ма? Енді олай болса қазір сол әнді орындайық. Табиғат берген екен күннен мұратқа үзілген жандар-ау жеткен дария арманым
Қатимоллаға мынау халық әндерінің ішінде қай өңірге де ортақ болып кеткен әндер болады ғой мысалға. Мынау соның ішінде екі жирен деген әнді тіпті Қазақстанның қай жеріне барсаң да барлық жерде айтады. Барлық жерде айтып екі жиренді біледі деп ойлаймыз. Біледі, барлығы біледі. Әртүрлі нұсқасын да біледі тіпті. Иә, ол екі жиреннің екі-үш нұсқасы бар ғой. Иә. Соның бір нұсқасын біздің Ғарекең де. Иә, Ғарекең бірінші нұсқасын айтты. Бұл енді мынау екі жиреннің бірінші нұсқасы. Ертеде өзің білесің, жарнама жоқ, афиша жоқ. Мына сал серілер кетіп батқанда, осылай кеш-тоғырым кетіп батқанда, ана ауылдың тұсынан өтіп батқанда ән салады екен. Сол ауылда сүйген қызы бар ма, әлі болмаса құдашасы бар ма, тағы сондай ана ауылға кетіп батқанын хабарлап кетеді ғой ән арқылы. Жаңағы сал серілер. Сал серілер, иә. Сондайда үлкен даланың кеңдігін пайдаланып, әлі жастықтың өрлігін пайдаланып, биік дауыспен шырқап салған ән бұл бірінші нұсқасы. Кең далада шалықта салған. Иә. Енді екінші нұсқасын Тоқбай жаздырған дейді. Бұл енді кішкене үлкейіңкіреп, сол өткенді ғана армандап, өткенді армандап, аңсаудың, сағынышпен аңсаудың сазы болып келеді екінші түрі. Енді біз сол бірінші түрін айтып көрейік. Ал бәрекелді, бірінші түрін тыңдап көрейік. Arman
Бәрекелді, Қатимоллаға жайықтан шығып, Маңғыстауды аралап, Сарыарқаны шарлап қайтты ғой дейді. Енді қайттан ауылға қарай ат басын бұрсақ дейді. Басын барайық. Мұхит бабамыздың әндері әр алуан дедік қой жаңағы. Үлкен жоғары диапазонда айтып жатырмыз. Мына орта буындағы жаңағы қоңыр дауыспен айтылатын, тіпті бас буында төменгі дауыста айтылатын әндер бар ғой. Иә. Сондай әндердің бірі демалыс. Демалыс. Иә. Бұл енді мұхит енді ортаның адамы үлкен алқада отырады ғой енді. Жаз болсын. Жазда мысалға кеште малшылар малдарын жайлап болғанша күн батады, қас қараяды. Содан ән салғандан ән салып отырып, қазіргідей сылқылдатып пісіріп беретін газ жоқ. Отқа тезек салып қойып, ас пісіреді ғой. Оның үстіне мұхит ән салып отқанда енді ас болып кетті. Аста жайына қалады. Аста жайына қала тұратын шығар енді. Ән түгіл қазір, әннің қадірін кетіп, картошниктер шықты ғой. Тұра тұр қазір, асты қоя тұр дейтін. Оның қасында мына ән ғой. Сол кездегі халықтардың талғамы, сол кездегі елдің талғамы қандай биік болған. Ән тыңдап, жыр тыңдап. Сонан енді сарғайып таң ата бастағанда адам боласы ғой мұхитта енді. Темір емес. Терлейтін болу керек, аздап шаршайтын болу керек. Сосын домбырасын қоя салып, қой мен болдым, демалам дегеннен гөрі, оны да әнменен жайлап жеткізіп халыққа сөйткен көрінеді. Сондай бір қоңыратып, аяулатып салған әндердің. Аяулатып салатын әннің бірі осы демалыс, жаңа елден, халықтан демалыс сұрайтын жер. Бұл да бір шеберліктің, тапқырлықтың белгісі ғой. Тапқырлықтың белгісі ғой. Енді ой жарар, енді біраз айттық қой, демалайық деп домбырасын сүйей салуды білмеді емес, білді ғой. Соның бәрін әнменен жеткізіп, әуезбен жеткізіп тұр ғой халыққа. Енді тек қана сөз емес, әуезі де бөлек қой. Басқа анандерге ұқсамайтын әуезбен жеткізіп тұр ғой. Енді кеудеде бар несін аясын. Мұхит сондықтан мұхит болса керек. Қазақтың баяны деп жаңағы бекер айтпаған ғой. Диапазонның кеңдігіне байланысты, және бір композиторлық қырының молдығы, ерекшелігі соған байланысты айтып тұрған. Ал енді мынау Қатимоллаға біздің осы арнамызға өзіңіз келіп, мына әндеріңізді шырқап беріп, біраз тарихты айтып, біраз жақсы көрерменге көңіл күй сыйлаған сияқтымыз. Сізге енді Алла қуат берсін, шығармашылығыңыз шарықтап, дауысыңыз әлде елдің көңілінен шығып қалықтай берсін. Елдің көңілінен шықсақ үлкен бақыт сол. Әлі де береріңіз көп, мына кейінгі өзіңіздің соңыңыздан ізіңізден кеткен іні қарындастарыңызға осылай ақылыңызды айтып, бағыт бағдар беріп жүресіз қашанда. Сізге Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, осыменен біз ғасырлар сазы бағдарламасының кезекті санын аяқтаймыз. YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Көріскенше қош сау болыңыздар.